Қайырлы күн баршаларыңызға. Бізге мынандай бір есеп кездесті. Қабырғалары 1 минус 7а, 5 минус 3а, 7 минус 6а және 5 плюс 14а болатұғын. Төрт бұрыштың ауданының ең үлкен мәнін табыңыз деп беріліпті. Енді бұл есептің шешуін бастамас бұрын біз өзімізге енді ыңғайлы жағдайда мынандай бір сызбасын салып алайық. Сызбамыз мына жаққа кішкене ыңғайсыз болып қалды. Деймін, қазір көшіріп алайын мен. Тәмді көшіріп алып келдік. Енді үшбұрыштың ауданын табудың үш қабырғасы бойынша біз формуласын білеміз. Дәл сол сияқты төртбұрыштың ауданын табудың да сондай бір формуласы бар. Ол жерде де бізде p алдына еселеніп тұратын болса, бұл жерде p әрқайсына азайтылады. Әрқайсын p-дан азайтылу керек. Минус a, сосын келесінде p минус p, келесі p минус s, содан кейін p минус d деген осындай бір ауданды табуға арналған формула бар. Төрт бұрышын алып айтқанда. Енді осы формуладан пайдаланамыз. Бұл жердегі p дегеніміз әдеттегі үш бұрыштағымен бірдей. A, B, S, D-лардың қосындысын 2-ге бөлгенге тең. Так, енді біздің жағдайымызда мұнда тұрған AB қабырғасы дей салайық. Ол бізде 1 минус 7аға тең болып тұр. Ал келесі бізде BC қабырғасы, ол менде 5 минус 3а, сосын CD қабырғасы 7 минус 6а, сосын AD қабырғасы. Бұл бізде 5 плюс 14а. Так, бұның бәрін қосатын болсақ, бізден шығады 18 минус 2а. Оны 2-ге бөлеміз, жаңағы p-ны табу үшін. Демек бізден шығады p-ның мәні 9 минус a деген өрнек шығады. Енді әрқайсын жеке-жеке бірінші a-дан азайтайық. Жаңағы 9 минус дегенді. Бұл жерге қазір көп ұзын болып кетеді, сондықтан қысқартып кете салайын. a-дан шықты деген сияқты мағынада түсініңіздер. Так, a-дан бізде 9 минус a-дан бұл жерде 1 минус a-ны азайтамыз. Сол кезде бізде 8 плюс 6a шығады. Так, түрнікте қоя салайын. Бұл жерде енді келесі BC-дан BC-ға қатысты бізден шығады 4 плюс 2a. 4 плюс 2a. Так, келесі қабырғасы CD-дан. CD бұл жақтан шығады бізде 9-дан 2, сосын плюс 5a. Енді соңғы қабырғасы AD-дан бізден шығады 4 минус 15a. 4 минус 15. Енді жаңағы жоғарыдағы көрсетілген мына формулаға салатын болсақ, онда болса бізден қандай өрнек шығады? S, A, B, C, D дей салайын. Тең. Содан кейін S деп кете береміз. Так, түбірдің астында бізде көбейтіледі. Бірінші шыққан бізде 8 плюс 6a болатұғын. Одан кейінгісі менде 4 плюс 2a. Содан кейін 2 плюс 5a. Одан кейін 4 минус 15a. Бұл бізде жалпы ауданның формуласы осы түрде болды. Так, енді жақшаны ашып реттеп көрейік. Жақшаны ашып реттесек, бізде мына екеуін бір көбейтіп алайық. Сосын мына екеуін бір көбейтіп алайық. Сонымен бізде не шығады екен көрейік. Бірінші екеуін көбейткен кезде түбірдің астында қазірше 32-ге 32, 40а, сосын 12а квадрат. Бізде 12а квадрат. Енді 40-аны түсініп отырған шығарсыздар. Мен жерден мына екеуінен жоқ, мына екеуінен 24, мына екеуінен 16, солардың қосындысы бізде 40а болады. Келесі екі жақшаға көшейік. Бұл жердегі екі жақшада бізде 8-ден басталады екен. Содан кейін минус 10а, содан кейін минус 75а квадрат. Жақшамыз жауып, енді осыларды жинайық. Енді ары қарай мына екі жақшамызды реттейтұғын болсақ, бірінші 32 мен 8-дің көбейтіндісі 256, енді түбірдегі соңынан бірақ жаза салайын. Сосын минус 320а, одан кейін анау бізде минус 2400а-ның квадраты, сосын 40-қа қатысты минус 320а. Так, бұл жерде плюс болады екен. 40-қа қатысты, одан кейін минус 400а, бұл жерде мынада да бар, екеуінде де бар квадрат демек. Сосын соңғысы 40 пен 75-дің көбейтіндісі 3000, сонда минус 3000 бұл жерде а-ның кубы. Енді 12 мен 8, ол бізде 96а квадрат, 12 мен 10, ол бізде минус 120
А куб. Так 12 мен 900 таңбасы минус 900 аның 4 дәрежесі болады ол. Так мынаның барлығын енді түбірге ала салайық. Бұл бізде жалпы аудан іздеп отырған ауданымыз осы. Так енді s тең реттейік. Түбірді былай қоя тұрайын қазірше. Минус 900 аның 4 дәрежесі болады. Сосын 3 дәрежеге қатысты. Мында 120, мында 3000 бар. Сонда минус 3120 аның 3 дәрежесі. Енді квадратқа қатысты мында 400 бар. 96-мыз бар екен. Мына жерде 2400 бар тағы қайда қалды? Болды, барлығы бізде болады минус 2704 аның квадраты. Содан кейін бізде не бар? Аға қатысты мында 320а бар. Мына 320а мен мына 320а кетіп қалады. Енді бізде сонда 256 қалады екен. 256. Так бұл түбірде. Енді бізге келесі бұл жалпы осы төртбұрыштың ауданын табатын осындай функция ретінде қарастырайық. Онда болса бізде ең үлкен мән дегенді табу үшін біз функцияның туындысын алатұғынбыз. Онда болса туынды бізде не болушы еді? Мынау астындағы, түбірдің астындағы өрнек бойынша туындыны біз білеміз, Сонда s штрих дей салайын жерге. Так, мына жаққа екі еселенген түбір астында мынаның барлығын қазір y дей тұрайын. Бәрін қайта-қайта жазын алмай. Енді мынау алымындағы өрнектің енді оны бәрін толыққанды жазуымыз керек болады. Сонда минус 3600 аның 4 дәрежесі. 3 дәрежесі болады бұл жерінде. Так, ана екеуі. Так, бізге көбейтіледі 3-ке. Сонда 9360. Так, минус 9360. И сосын аның квадраты. Так, ана екеуінің көбейтіндісі бізде болады 5407, 5408 и а болады. Так, осындай өрнек шықты. Бұл бізде туындысы. Енді бізге s' 0-ге тең болу керек қой. s' тең болу керек 0-ге. Сонда бізден не шығады? Мынаның барлығында бізде шамасы 16-ға бөлінеді. 16-ны жақшаның алдына алып кетейік. Минусымен қосып. Минус 16 а болсын. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 225 аның квадраты. Так, минус 585 а. И содан кейін минус 338 тең 0 деген өрнек қалады. Түсінікті, бізде мына жерден а тең 0 екендігі, А1 тең 0 дей салайық. Енді мынаның ішіне кіретін болсақ, бұның ішінде бізде мына жаққа көбейткішке дей салайын, енді жер тар деген сияқты. Бізде 15 пен 15-тің көбейтіндісі 225. Так, анау бізде 338, 26 мен 13 екен, 13-тің квадраты еще тағы 2. Так, сонымен бізде болады 15а, сосын плюс 26, сосын келесі 15а плюс 13 деген екі өрнек шықты. Яғни бұл жерден бізде А2-міз тең болады минус 26 бөлінген 15, А3-міз тең болады минус 13 бөлінген 15 деген осындай мәндер қабылданды. Так, енді келесі осы мәндер бойынша біз ең бастаптағы функциямыздың орнына, яғни А 0 болған кездегі жағдайды енді қарастыра салу аса күрделі емес, бірақ осы жерде бізде осы үш түбірдің үшеуі де керек па деген нәрсеге кішкене бір неге анализ жасалайық. Ол үшін мына жаққа қарайық. Бізде мына жердегі өрнекке назар аударсақ, бұл барлығы бізде төртбұрыштың қабырғалары болғандықтан бізде АБ 0-ден үлкен болу керек барлығы, АБ 0-ден үлкен болу керек. Яғни бұл жерден бізден шығатын қорытынды 1 минус 7а ол 0-ден үлкен болу керек. Демек бұдан шығады бізде А кіші болу керек 1 бөлінген 7-тен. Дәл сол сияқты 5 минус 3а бұл да бізде 0-ден үлкен болу керек. Бұл жерден шығатын қорытынды бізде А кіші болу керек 5 бөлінген 3. Дәл сол сияқты келесі бізде 7 минус 6а бұл да 0-ден үлкен болу керек. Сонда бізде бұл жерден А кіші болу керек 7 бөлінген 6-дан. Соңғысы бізде 5 қосылған 14-іңіз бұл да 0-ден үлкен болу керек. Демек бұл жерден шығады А үлкен болу керек минус 5 бөлінген 14-тен. 5 бөлінген 14 бізде жоқ мәнменен қысқасы ең кіші мәні болып тұр ғой, Осының жоқ мәнмен жазайын салайын 0,357 болады екен. Бұл бізде минуспенен. Яғни бізде мына жерде осыдан үлкен болу керек. Былай қарай салған кезде жаңағы минус 5 бөлінген 14-іміз бар. Мына жақта мыналардың ішінде енді ең кішісі бізде осы 7-тен 1 ғой. 1 бөлінген 7 осыдан кіші болу керек. Бізде осы аралықта ғана болу керек аның мәндері деген сөз. Басқа жағдайда бізде қабырғасы терістен шығып кетеді. Осы аралыққа бізде мынау үлкен, яғни мынадан кіші, ол мынаның сол жағына кетіп қалады. Жаңа 26 бөлінген 15 дегеніміз. 13 бөлінген 15-те осы жағына кетіп қалады. Яғни бізде мынау өзіміз жаңа шектеп алған аның мәндеріне
мына екеуі тиісті болмай қалады. Сондықтан бізде тек қана осы А мен жұмыс жасау керек қой. А1 0 дегенмен ғана жұмыс жасаймыз. Демек А1 0 болса, онда бізде мынау АБ қабырғасының ұзындығы 1 болады, мынау 5 болады, мынау 7, мынау бізде болады 5. Так, үшеуін қосып жіберсек 18, 18-ді 2-ге бөлсек бізде 9 болады. Демек S тең түбірдің астында 9 азайтылған 1, 9 азайтылған 1, сосын 9 азайтылған 5, сосын 9 азайтылған 7, 9 азайтылған 5. Осы мәндерден бізден аудан шығу керек. Так, мына жерден 8, мына жерден 4, мына жерден 2, мына жерден 4. 4 пен 4-тен 4 шығады. Мына 2 16, одан да 4 шығады. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16 болады.